Қоғам қайраткері, ұлт жанашыры, балалар оқулығының авторы Динара Бердімұраттың бастамасымен Алатау бөктерінде орналасқан Алтын Эмель залында еліне елеулі, халқына қалаулы жандардың қатысуымен салтанатты шара ұйымдастырылды. Сәні мен салтанаты келіскен сарайда қазақтың әндерін әуелетіп, күйін күмбірлеткен қазақ даласының қайнаған қазанындағы өнер майталмандары қонақтарды әдемі сазды әуенімен қарсы алды. Бұл кеште түрлі саланың үздіктері жиналды. Халықтың қалаулысы атанып, еліне, туған жеріне еңбегі сіңген жандар қай уақытта болмасын, құрмет пен қошеметке лайықты. Дәл сол жандардың абыройын арттырып, мәртебесін көтеру мақсатында Динара Бердімұрат 100 ұлт жанашыры атты кітапқа тұлғалардың есімдерін алтын әріппен жазды. Бұл идея негізі өзім болдым, авторда өзім. Неге осы қазір блогерлер барлығы хит болып кетті. Мысалы, біз жаңа бір компания ашатын болсақ та, ең бірінші блогерлерді айтамыз. Подписчигі көп, сол адамдарды шақырып жатамыз, өйткені жаңағы рекламаны. Ал неге бұрынғы біздің тұлғаларымыз, Меруерт Өтекешева неге шақырмаймыз, Қыз Жібектің рөлінде ойнаған. 40 жыл жұмыс жасап, бір еңбек алмаған, алғыс хат алмаған мұғалімдерді көрдім мен. Мектеп директорлерін көрдім. Әрбір баламен жұмыс жасап жүрген ұстаз мен үшін ол қоғамға үлесін қосып жүрген азаматтар деп есептеймін. Осындай азаматтарды көрсету мақсатында ертегімізді мүлдем айтпайды, бесік жыры ешқашан айтпайды. Қазіргі әндер хит әндер, балалардың құлағында жүрген. Сол әндерімізді біртін өзіміздің бұрынғы қазақтың ұлттық жаңағы өзіміздің тәрбиеміз осылай жалғасын тапса деген ниетпен ұйымдастырылған шара. Айта кетейік, 2 бөлімнен тұратын шараның алғашқы күнінде бір қолымен бесік, екінші қолымен әлемді тербеткен нәзік жандылар, арулар, асыл жандар шақырылды. Арулар, асыл жандар, сағыныштар, қошақтар, өкініштер, жалыныштар, жүрегін жек көрсулар мұз жасайды, балқыта. Салтанатты сәтті бүгін тәуелсіздік алғанына 30 жыл толып жатқан мемлекетіміздің мемлекеттік әнұранымен бастасақ. Ұлт жанашыры атты кітапқа енген тұлғалар үшін бұл ерекше күн. Ұлтқа жанашыр болудан артық, ұлтқа қызмет етуден артық бақыт жоқ екендігін уақыттың өзі көрсетіп жатыр, дәлелдеп жатыр. Қазір мен сөз кезегін, алғашқы сөз кезегін осы жобаның авторы Бердімұрат Динара ханымға бергім келеді. Қазіргі таңда балаларға қазақша математика жетіспей жүрген балалар оқулығын осы күнге дейін жазып келдім. Өзімнің ішімдегі дүниемді осы тұлғалар арқылы көрсетсем, халыққа үлгі болса екен осы ата-аналар деп. Ертең менің аналарым, менің анам, менің әжем, менің үйімдегі отбасымыз деп сіздерді мақтан тұтып тәрбиеленсе деп соны ұйымдастырдым. Үлкен жоба менде. Қазақстан сан ұлы жүз, кіші жүз, орта жүз. Біздің тарихта қалатын өзі әйтеке
жаңа Төле би, Қазыбекті қаз дауысты Қазбек би, өзіміз бүкіл Қазақстан елі 300-ден тұрады. Сол сияқты мына біздің тұлғалар да әртүрлі рудан ғой. Сол рудың барлығын басын қосып 100 деген атты ырымдап қойдым. Сол үшін бұл 100 ұлтжанашыр деп аталады. Жандырхан мырза мен Ләззат ханымды мына мерекелік тортты кесуге ортаға шақырамыз. Айта кетейік, арнайы тапсырыспен 100 ұлт жанашыры деген жазумен жазылған тәтті торт кештің көркін қыздыра түсті. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, танымал әнші Ақбота Керімбекованың әкесі Шатырхан Керімбек болса, барша нәзік жандыларға раушан гүлін сыйлап, мерекелік көңіл күйге бөледі. Бүгін осы 21 ғасырдың ер азаматтарынан да жоғары ұстайтын ел тұтқасы, әр үйдің түсін түзу шығарылған азаматшаларсыздар. Сол сіздердің осы еңбектеріңізді, қуаныштарыңызға бөлісуге мен де келіп бір-бір шашуымды шашып кетсем деп келіп отырмын. Сондықтан жақсылап қабыл алыңыздар. Аппақ түрде жүректеріңіз аппақ таза болсын. Дендеріңіз сау болып, елімізге ары қарай қызмет ете беріңіздер. Толы жанарыңды, сағынып хабарыңды, жүрегім күтуде әлі, жырыма жауабыңды. Өзіңе хоштар ай күн, бір ойыма оралғанда, кеп қол алғандай, сұлулық әлемдегі өзіңнен әр алғандай. Мәңгіге кеттің бекен, сырымды шерде менің, бағыңа жеттің бекен, елікті еркен менің. Көрген менің, елікті еркен менің. Бердімұрат қызы, мұны өзіңіздің еңбегіңізбенен мұны талай жұртқа жылу сыйлап, талай жұртқа осындай қуаныш сыйлап, марапат сыйлап, әр адамның еңбегін түсініп, осыны ұйымдастырылған шараларыңызға көп-көп рахмет. Әйел азаматтары, қыз балдары еңбек қорғай, соның бірі өзіңізсіз мұны. Барлығын жасап жатырсыз, ел үшін, жұрт үшін. Сондықтан сізге денсаулық тілейміз, бақыт тілейміз. Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері, Кең дүние, Көкем арал, Уақыттың жүрегі жыр кітаптарының авторы, қазақ поэзиясында өзіндік ерекше қолтаңбасы бар ақын, актер Бақыт Беделхан салтанатты кеште есімдері кітапқа енген тұлғаларды арнайы алғыс хатпен марапаттады. Құрметті Хазима Қожаханқызы, сізді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай егемен елдің 100 ұлт жанашыр кітабына лайықты деп ерен еңбегіңізді бағалап, қазақ қоғамының дамуына елеулі үлесіңізді қосқаныңыз үшін марапаттаймыз. Алматы қаласының қоғамдық марапаттау төрайымының басшысы Динара Бердімұрат. Қазіргі заманға қажет дәстүр деп білем. Жоба ғой енді. Ұлт жанашыры 100 адам әйел адамдардың арасынан шығып жатса, бұл үлкен жетістік. Олардың еңбектерін елге танытып, халыққа насихаттамаса, кім біліп жатыр қазір? 100 адам ба, 10 адам ба, кім не істеп жатқанын.
әртүрлі саладағы әлеуметтік жағдайы бар, басқа бар, соған бір қолдау көрсететін кәсіпкерлердің қандай елге пайдасы тиіп жатыр, соны бір жүйелеп қорытындылап отыру керек деп ойлаймын. Сол себепті мына Динара ханымның осы жобаны жасап, 100 ұлтжанды қыздарымызды оған өмірбаяндық өрнек беріп кітап шығару. Сол кітапқа қарап отырып, талай кәсіпкер ұлтқа бізде солай қызмет етеміз, бізде барымыз оның ішінде деп көбейіп жатса, нұр үстінен нұр. Сондықтан бұл қуанатын жағдай. Жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, кәсіпкерліктің сан түрі. Кәсіпкер десе, бірақ түсінік болады ғой, бір ақша тауып, елдің алдында бір тауар тасып жүрген адам елестейді. Ондай емес, заманауи кәсіпкерлік кеңістіктегі бос тұрған жерлердің бәрін толтыратын, өз қабілеттерін көрсете алатын алаң бұл. Сосы алаңда ару қыздарымыз атсалысып, арқа-жарқа боп, Алаштың болашағын ойлап, ұлттың ертеңін ойлап, балабақшадан бастап ұрпақ тәрбиесіне мән беріп, соған ден қойып, ақша жасап, содан ақша тауып, және оларды да бақыт етіп жатса, ол біздің негізгі ұлт ретіндегі арманымыз. Марапат иелері, арулар, қыздар, аналар, оның ішінде қанша көп балалы алтын алқа иелері, батыр аналары бар. Еңбектеріңіз жанып, елдің алдында елеулі, халықтың алдында қалаулы, жұртқа жұғымды, барша қазақтың күн шуағы болып, аман есен жүре беріңіздер. Марапаттарыңыз, мәртебелеріңізді көтерсін, ал сіздердің мәртебелеріңіз ұлттың мәңгілігінің кепілі. Кітаптың ерекшелігі бұл тұлғалар болғандықтан кез келген жерде сатылмайды, кез келген жерде тұрмайды. Біздің мұра болып қалатын шежіре кітап, өздерінің бүкіл ұрпақтарына қалатын кітап болғандықтан бұл өзі тұлғалардың кабинеттерінде тұратын қылып жасап жатыр. Әр кейіпкерге 2 данадан тарататын болды. Сахна саңлақтары жиналған қауымға жырдан шашу шашып, төгілте күй тартып, мың бұрала би биледі. Әсер деген керемет себебі, мен 34 жыл мәдениет саласында қызмет еттім. Еңбек ардагері деген атаққа да ілінбедім. Себебі біздің кезімізде орден алу, медаль алу дәл қазіргідей ол шашылып жатқан батпан құйрық емес еді. Бірақ та адал қызмет жасадық. Міне қазір осы республикаға танымал, Қазақстанға танымал Мейрамбек Беспаевтан бастап сахнада жүрген әншілердің барлығын жетектеп жүріп, сахнаға шығарып, конкурстарға қатыстырып, солар үшін прям жанымызды беріп, жаңағы бұлақ көрсең көзін аш дейді. Сөйткен балаларымыз қазір үлкен елге танымал азаматтар, уже отбасылы болды. Әрине мен өзімнің жұмысымды өте жақсы көремін. Қыз балаларды нәзік жанды дейді, қыздың жаны 40 негізі. Олар әлемді де тербетіп жүр, бесікте де тербетіп жүр. Мені көріп отырсыздар, қандай әдемі, қанша қиыншылықпен келеді бұл. Соның барлығын бүгін Динара ханым кәдімгідей біздің көңілімізді бір көтеріп тастады. Әрине біз еш нәрсеге міндет қылмаймыз, әркім өз тірлігін жасап жатыр. Бірақ та болашақта біздің жас келіндеріміз, жас қыздарымыз осындай марапаттарға жиі ие болатын болса, олардың жұмыстары еленіп, тәрбиелеріне үкіметіміз, халық мән беретін болса, ол сол керек қой бізге.
ойлаймын, осы қазақтың бүткіл қыз-келіншектері осылай елену керек деймін. Және де біздер қазіргі таңда егізіміз екеуміз, Айман екеуміз желілік бизнеспен айналысамыз, онлайн жұмыс соның ішінде. Себебі қазір заман дамыған заман, қыз-келіншектерге, одан қалысты апайларға және оның ішінде ер адамдар да бар, онлайн бақытта және желілік бизнесте жаңағы табыс табудың және ары қарай өркендеп өсудің жолын көрсетіп жүрміз. Ең бірінші бізге Динара Бердімұрат ханым бізге хабарласқан болатын, звондаған, бізді бақылап жүрген, парақшамыздан қарап жүрген біздің жетістіктерімізді, біздің еңбектерімізді, біздің ауылдағы түкпір-түкпір елдегі қыз-келіншектерге табыстаудың жолын көрсетіп жатқанын ескеріп, бағалап, бізді осы кітапқа енгізуді ұсынды. Аттерлетов Атыраудан келдік. 100 ұлт жанашыры атты кітапқа атыңызды енгізгелі жатырмыз, сіздің келісіміңізді бересіз бе деген кезде, иә деп сөз қатты секірдім. Бірдей киімде жүрген, сондай жайнап, жарқырап жүрген, гүлдей жайнап жүрген қыз-келіншектерді көрген кезде тағы да өзімнің дұрыс ортада жүргеніме қуандым. Шындығында да бүгінгі жиналған аналар ұлт жанашыры. Неге? Өйткені қазақтың әр анасы олар ұлт жанашыры. Әр анасы ол даралықты береді балаларына, тәрбие береді, ұлттық патриотизм сезімін балаларының жүрегіне ұялатады. Сондай-ақ ұлттық құндылықтарымызды бойларына дарытады. Ананың ақ сүтіменен берілген даналық ол әрдайым баланың бойынан жарып шығады. Біздің қазақтың әрбір баласы асыл, әрбір баласы дара деп айтам. Бұған дейін марапаттар, алғыс хаттар болды, но ең жақсы марапатым осы деп ойлаймын. Енді кітапқа шығу каждый жас маманның енді арманы ғой. Бұл марапат маған қарапайымдылықты үйретті. Ең бастысы жаңағы басшымын демей, қызметкермін демей, өзім сияқты 100 әйелмен, 100 тұлғамен, азаматшалармен танысып, барлығының жаңағы жүздерінен қарапайымдылықты көрдім. Бүгінгі енді ұлт жанашыры кітаптың кейіпкерлерінің барлықтарын бүгінгі алған алғыс хаттарымен құттықтаймын. Динара Бердімұрат ханымға осы бастамасына толағай табыстар тілеймін, еңбегі жана берсін. Барлық Қазақстанның жаңағы жастарына осындай үлгі көрсететіндей бастама бастап жатыр. Сол себепті барлықтарын жаңағы мотивация деп ойлаймын жастарға. Осындай бізді көргендіктен мен де сондай болайыншы деген жаңағы педагогтардың қатары көп болсын, барлықтары тек биіктен көріне берсін деген келеді. Қонақтардың айтуынша 100 ұлт жанашыры атты кітапқа енгізілген тұлғалардың өмірбаяны мен еңбек жолы өскелең ұрпаққа үлгі болмақ. Күнсіз болмас дүние, түнсіз болмас, түнсіз болмас дүние, күнсіз болмас. Көп тұлғалар келіп атсалысатын болған, қазір тәуелсіздіктің қарсаңы болғаннан кейін көп шаралардан келе алмай қалды. Біреулер Астанадан, Сәкен Майғазиев ағамыз келетін болған, ол кісі де келе алмай қалды. Алдағы жоспарым өте көп. Бүгінгі осы менің тұсаукесер кітабым маған үлкен шабыт берді. Сол үшін бұндай шараларды тоқтатпау керек екен деп түсіндім. Кеш соңында қонақтар суретке түсіп, жайылған кең дастарханнан дәм татып, арқа-жарқа болып тарқасты. Жалпы еңбек етіп жүрген еліміздің қыз-келіншектерінің барлығы бұл құрметке лайықты деп ойлаймын. Енді жетістікке біреуі ерте жетсе, біреуі кеш жетеді. Әрбір еңбек еткен нәзік жандыларға осындай керемет марапат жұғысты болсын. Адал еңбек қашанда жемісін береді. Ең бастысы еңбегіміз адал болып, дендеріміз сау болып, халықтың көңілінен шыға білейік. Жалпы біздің Қазақстанда қыз-келіншектер отбасында да, үйде де, туған туыс арасында да еңбекке де барлығына үлгереді. Ондай ұлт әлемде жоқ деп айтсам артық айтпаймын. Сондықтан да мен қазақстандық қыз-келіншектермен мақтанамын.